Сәлем достар, бүгін біз қойды үйітіп сою әдісін көрсететін боламыз. Біз алдын ала қырқылған тоқтымызды бисмилля деп бауыздап үйітетін столға қойып алдық. Одан кейін паянды тұтатып қыздырып аламыз. Достар, видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қойыңыздар. Мінекей достар, бір бетін үйітіп болдық, енді екінші бетіне ауыстырамыз. Достар, тоқтымызды толығымен үйітіп болдық. Енді бұны жуып тазалауға кірісеміз. Үстінен жылы суды құйып, жібіте отыра темір қырғышпен ысқылап тазалаймыз. Ал достар, қойымызды жуып тазалап болдық. Енді бас сирағын кесіп аламыз. Тоқтыны іліп, тағы бір пысықтап жуып аламыз. Дайын болып тұрған басын жағын айырып, тісін қағып аламыз. Көзі мен мұрнын тазалаймыз. Енді қой союды бастаймыз. Алдымен ішек қарын алып аламыз. Осы сәтте өте мұқият болуымыз керек. Себебі тоқтыны үйіту барысында ішек кеуіп ісінген болатын. Қарынға пышақтың ұшы тисе, жарылып, малдың етін бүлдіреді. Мінекей ақырын ішек қарын алып алдық. Енді өкпе бауырын алып, жүрегін ашып, барлығын бір жуып тазалап аламыз. Қақпақшаларын аламыз. Қой союда әдеттегідей алдыңғы аяқтарынан бастаймыз. Осы сәтте достар, бірден айтайын. Кәсіби қасап болмағаннан кейін қателіктерімізге мән бермеңіздер. Үлкендерден, әкемізден көргенімізге барынша ұқсатып союға тырыстым. Достар, алдыңғы аяқтарда үлкен бездер болады. Оларды міндетті түрде алып тастауымыз керек.
Мінекей осы бездерді алып тастауымыз керек. Келесі кезек төсті кесіп аламыз. Атам қазақ төсті құрметтеп күйеу баласына тартқан. Бала кезгі ермегіміз шеміршегін алып, былш еткізіп жабыстырып қоямыз. Артқы жамбас шап тұстарында орналасқан бездерді алып, екі қабырғасын бөліп аламыз. Одан кейін мойнын кесіп алып, етін айналдырып ашып қоямыз. Омыртқасын алып, әр жерінен кесіп қойдым. Майда артық бездерін алып, бел омыртқасын бөліп аламыз. Арасын осылай кесіп, ашып қоямыз. Одан кейін артқы жамбастарын құйрығынан немесе құйрығын жамбасынан бөліп аламыз. Бөлген кезде жамбасқа біраз май қалдыру керек. Сол кезде жамбасымыз әдемі болады. Екі жамбастарды жіліктеп, еттерін арасын ашып, үлкен және кішкене бездерін алып тастаймыз. Мінекей осы бездерді алып тастауымыз керек.
Ал достар, койду союп, бас сирагын жууп, тазалап, туздауга дайындап койдук. Ендиги калган соңку шаруа ишек карын ашуу. Әрине оны өз ээлерине тапсырдым. Әйтеуір үйдүн артындагы өзенimiz малымызды суаруу булай турганда, балык сойсак да, ишек карын тазаласак да, башка да шаруаларга үлкөн көмөк болуптур. Шагалалардын асы. Әрине 40 кабат катбаршак булай калтырылмай жакшылап жууп тазаланады. Үйгө баргасын ишек карынды ыстык суу менен карынның бүрлөрүн тазалап, кайтадан таза суу менен 2 рет жуулуп шайлады. Достар, видео унаса лайк басып, ойларыңызды жазып коюңуздар. Майда ишектерди осулай кері аударып жуамыз.